Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін қонаққа келдік, сол жердің бір ағаштық алма ағашын көріп, осыны кесуді жөн көрдік. Қазір мына ағаштың құрылысын кішкене дұрыстап, бұл ағашқа жеміс беруіне көмектесетін боламыз. Бізде ара керек болмайды. Мына жерде қарасақ, мынау тіке өсіп тұр. Ал ашамыз белгілі, тіке өскен бұтақтарда көбінесе жеміс беру өте төмен болады. Яғни олар негізгі жоғары өсуді ғана ойлайды, жеміс беруі төменде болады. Сол үшін біз бұны қазір жаңа бұтақтарға бұратын болған. Сосын мына жер екі айыр болып кеткен, кішкентай кезінен, көшет кезінен. Бұл да дұрыс емес, өйткені сол мынау мына жердегі бүршіктер уайымай тұр, бір-бірін кедергі жасап тұр. Болашақта мына екеуі айырылып кесілетін болады. Кесіледі деп мына жері құлайтын болады мына жерден. Сосын бірақ біз биыл бұны арасын ашу үшін мына жерден ғана тоқтататын боламыз. Бұрында арасын аштық. Болашақта бірақ мынау кетеді мынау. Сосын міндетті түрде мыналарды жанына жіберуіміз керек. Мынаны да сосын қалғаш нелерді төбе түсіп тұр ма? Штрихтарын мынамен қоймыз. Тарafından alalım. Hadi bakalım. Gidelim. Ne kadar basıyorum getir. Ayır bastım böyle getir. Bak şimdi topraklar. Dağlar git tut. Gerekmez. Koyuyoruz. Tamam. Tamam. Ne oldu getir? Ne oldu getir? Bizim maksatımız mына жердегі бүршіктерді ояту ben. Бұтақтар өсетін болса кейін мынаны алып тастаймыз. Енді жоғары жағын алып тастайық кішкене келе. Мыналарды жоғары кетіп барады, бұларды тоқтатамын. Өйткені мына жерде ештеңе жоқ, жалаңаш болып тұр. Өйткені мына жерде бір-біріне кедергі етеді, енді мыналар бұтақтар дамитын болады енді ғана. Мыналар төбесінде азайтамыз бұлар. Өйткені жоғары қарап кеткенде ертең жеміс теру де оңай болмайды. Manda up sayı var mı? Ötürü de alma var ya, olmazsa dışı var ya. Şu arasında alalım. Жерге бізге кішкене не керек болып тұр? Сат сияқты. Мынаны да алып тастайын біреу. Міне. Енді бір нәрсе ғана қалды бізде. Аламыз енді. Ана бір. Әлде бұтақ қалдырамыз да міне. Міне осындай болды. Міне қазір. Штрихтар. Мынау да кетеді негізі, мынау керек емес. Төмен орналасқанда ол кедергі жасайтын болады. Келер мынау тұра береді. Мына жерде мынау өсетін болады. Бұтақтар жаңа отырады. Сол үшін мынау болашақта мынау қалады біреу ғана. Орталық әйелдің кететіндей. Мынау кетеді. Міне көрініс осындай. Осындай келтіріп қойды.